Құранды жаттағам. Осы жерден кетіп бара жатқанда мен Өзбекстанда 5 жыл оқыдым, 4 жыл. 20 пара Құран білетінмін сол кезде де. Шетелге барып 3 айда көтеріп алдым. Йеменде оқыдым 5 жылдай. Ұстазым Шейх Исмаил деген кісі, Құраннан ол кісі 14 қырағат егесі. Халил Хусари деген кісіні естігендеріңіз бар ма? Бұрынғы оқыған жігіттер болса естеді. Құранда қазіргі мода Мушари Рашид Ал-Ақфаси ғой. Бұрынғы біздің кездегі 90 жылдардың модасы Халил Хусари мен Миншауи еді. Сол Халил Хусаридан 1 жыл төмен оқыған кісі. Мысырлық үлкен ғалым кісі, 14 қырағаттан еге. Сол кісінің қолында жаттадым. Одан бөлек Имам Муслимнің сол 24 томдық кітабы Сахих Муслимді ұстаздармен оқып тапсырып, содан ижазам бар. Имам Бухариді Өзбекстанда жүргенде оқығанмын. Содан кейін, шетелге барғаннан кейін сол кітаптан қайттан ижаза алдым.